Қоғамның қозғаушы күші еңбек адамы. Ол шағын шеберханада да, алып зауытта да, алқапта да, ауруханада да тер төгеді. Ол өз еңбегімен елді дамытуға өлшеусіз үлес қосып келе жатқан тұлға. Елімізде 2013 жылдан бері тойланып келе жатқан еңбек күні осы азаматтарды дәріптейтін мереке. Бұл жасампаздықтың, бірліктің, берекенің мерекесі. Еңбек қоғамды біріктіреді. Еңбек мемлекетті биіктетеді. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылды жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялады. Мақсат жұмысшы мамандықтарының беделін көтеру, еңбек қорлық пен кәсібилікті жастарға дәріптеу. Жұмысшы мамандығы еліміздің болашағына салынған инвестиция. Бұл технологиялық әрі экономикалық дамудың негізі. Жаппай цифрландыру мен жасанды интеллект дәуірінде ел экономикасын жаңғыртуға жаңа мүмкіндіктер туды. Осы орайда елімізде инфрақұрылымды дамытып, жаңа өндірістерді іске қосуға бағытталған кешенді реформалар жүзеге асырылуда. Бүгінде еліміздің еңбек нарығында 600 мыңнан астам ұстаз жас ұрпақты тәрбиелеуде. 270 мыңнан астам медицина қызметкері еңбектенсе, 113 мыңнан астам металлург өндірістің жүрегі. 103 мың шахтер жер қойнауындағы байлықты жер бетіне шығаруда. 105 мың мұнайшы еліміздің қуат көзін қамтамасыз ету жолында тер төксе, 25 мың құтқарушы төтенше сәтте қас қақпай талай өмірді арашалауда. Және жүздеген мың басқа да сала мамандары күн сайын ел дамуына үлес қосып келеді. Бүгінгі мемлекет пен қоғамның басты күші еңбек адамы. Қай салада болмасын, әрбір кәсіби маман Қазақстанның болашағына қосылған үлес. Еңбекке құрмет, елге құрмет. Басты құндылығымыз еңбек, басты байлығымыз адам.